Қазақтың даласында өсіп жатқан мыңдаған өсімдік сан түрлі дертке дауа. Бұған шипалы шөппен адамдарды емдейтін отандық мамандар көз жеткізген. Олардың айтуынша дәрумендерге бай өсімдіктердің пайдасы ұшан теңіз. Сондықтан халық медицинасын қайта жаңғыртып, талай жанның алғысына бөленуге болады. Антибиотиксіз қауіпті аурудан аюға бола ма? Табиғи шөптердің әсері қандай, мамандар не дейді? Толығырақ әріптесім баяндасын. Сүлеймен Маралбай ұшы-қиыры жоқ даламызда өсетін дәрумендерге бай өсімдіктерді кәдеге жаратып жүрген бірден бір жан. Ұзақ жылдан бері тау-тас кезіп, шипалы шөптерді сұрыптап жинайтын азамат қазақы емді қайта жаңғырту үшін ізденіп, талмай тер төгуде. Мақсатым сол бұрынғы ата-бабамыздың қолданып кеткен емдік шараларын, емдік жолдарын, шөппен емдеу тәсілдерін жаңғырту. Қытай медицинасында барлығы білет шөппен емдейтіндігін. Тибетте білет, бірақ қазақтың медицинасында шөппен емдейтін туралы көп адам білмейді. Сол нәрсені келесі ұрпаққа қалдыру үшін осы жұмысты қолға алып жатқан. Табиғи шөптің денсаулыққа пайдасы орасан зор екенін ата-бабаларымыз жақсы білген дейді дәрігер. Халықтық медицина арқылы қауіпті ауруларды асқындырмай алдын алуға болатынын да нық сеніммен айта аламын деп отыр. Менің зерттеуім бойынша қазақ даласында 2000-нен астам емдік шөптің түрі бар. Соның ішінде біз ең көп қолданылатын шөптердің түрі ол жусанның түрі. Жусанның қазақ даласында 81 түрі өседі. Өнен кейін екінші бір көп қолданатын шөп ол қарандыз деген шөп. Үшінші қолданатын ол жаңағы қызылмия, адыраспан, кәріғыз дейді, бит кәріғыз, қоғажай деген шөп, қарғалдақ. Бір ауруға белгілі бір емдік дәрі жасау үшін жоқ дегенде 7-8 түрлі шөптің басы қосылып барып жасалынады. Бұл медициналық орталыққа бас ауырып, балтыры сыздаған адамдар көп келеді. Оларда өсімдіктердің емдік қасиетіне көз жеткізген. Шөпдәріге сенемін негізінде. Енді шөпдәрі дегені бұл кәдімгі қалай дейді, нағыз жаңағы не ғой? Таза табиғи нәрсе ғой. Сол үшін ол енді оның көмегі болады деп ойлаймын. Сезонный аллергия болған кезде аллергологтарға да бардым, клиника, больницаға да барам. Дәрі жазып береді, аптекаға барам, дәріні алам, бірақ сол уақытта ғана әсер етеді, одан кейін қайтадан шығып кете берді бірақ. Ал шөп қазір ішем, ондай қарсы көрсетілімдер де болған жоқ, қазір уақытта барлығы жақсы. Қазақстанның өзге қалаларынан да орталық ашқан Сүлеймен Маралбай жүздеген адамды жұмыспен қамтып, еңбегінің нәтижесін көріп отырған табысты кәсіпкер. Халық емін әлемге танытуды жоспарлаған азамат дертіне дауа тапқан талай жанның алғысын да алған. Сымбат Ғалымбекұлы, Влад Шишко, Информбюро.